қай жыл іздейді 94 қой мен. Ғалымжан екеуміз шақырмадыңыз. Мына Ғалымжан қатыны отырған яқта. Ғалымжан қатыны. Ғалымжан қатыны. Мен бүгін кеше хабарласып айтамын деп тұрып ше. Ұмытып кеттім. Алтынбек КБ. Ассаламу алейкум, бауырым, қалайсың? Концерт Алматыға айқын қайттым, оның алдында айқынмен сөйлескен болатын. Сосын тойым бар, той ақ қойдым. Білдім негізі ше, бияқа енді кішкене алыстау болады, қинамай ақ қойын деп. 31-де мен бетіне баса бермеңдер соны. И так настроение жоқ, адам үйленбеген екен өзі. Қыздарың өсіп қапты ғой сен, фотосын жіберіп еді. Шомылып отыр ғой, тәжіктер, мен сияқты болып. Мен әлі сөйтіп шомыламын ғой, тәжікті отырып шомыламын ғой. Сенден қыздарымды аламын да. Негіз қайдан боласың? Чартерда. Астанада 20 қайтып кетеді. Әдейі қайтып кетейін деп тұрсың сен, тәртіпсіз. Ужас. Вообще аферист. Альпинист. 94-тін ай. 93-тін адам бүкете бергеннес. Сіздерге еркелейім қойсып ағайындар. Үйленбейінше бала бойы жүріп өтшірміз. Еркелеп сіздерге де. Үйленгеніңізде сәл бейді. Деп ше. Сәл ес жинағат. Прямой эфирден көр анда СС. Ғалымжан қатына. Ырыспаға келем дегендей қылды енді. Білмей тұрмын. Келіп. Тем более ішінде баласы бар. Мен екі подругам бар. Біреуін алшы өтініш дейді. Құтылама жүрген қыздар болады оны ше. Бастар қосылса ішіп. Әркім жамандап. Осылар кетсе қоятын тесіз. Айтым, алғаш болып кететін болдық деп ше. Билеты не смогла купить. 250 рублей не отправляется. Что делать теперь, да? А что у вас банк нету, что ли? С другого банка или перевод на другой банк деген бар ғой? Астанада баратын жер бар ма? Деген дұрыс дейді. Астана скучно, мен ішім пісіп жатыр. Шынымды дейінші, жігітше. Алматы саған жүрме ағайындар. Бағлан Зиябеков, бауырым, халық қалаулысы, әкім, ел басшы болашақ. Президенттеріңмен танысып тіркеліп қойыңыздар, құрметті достар. Бағлан Зиябеков деген Павлодар қаласының мәслихаттың депутаты. Алла бұйырса, мен бұл жігіттен үлкен үміт күтемін. Ел басқаратын азамат. Шынымен келгеніме өкініп сол дейді. Әлі осында жүрсің ба? Ғалымжан қатына. Баратын жер жоқ. Көкшетауға барып қоятын болмасаң, еще Көкшетауға барған кезде Алматы сияқты бейт. Не ала алмайтын шығарсың жаңағы. Әсер. Мен өзім әлі барған жоқпын. Бірақ осы концерттен кейін барып қайтсақ ба деп отыр ғой бұйырса. Ұнайтын қызым, ұнайтын қыз көп. Шынайы бейт қатын болатын ішіңген жүрегімде ше. Ондай қыз жоқ сол. Пока. Айтпасам көзіңе битіп қарайсың, жалаңашы да ұнайды, киінгені де ұнайды. Бәрі ұнайды етерім көзімізге. Көзім нәпсімнің досы, короче, екеуі жан подружка. Отправляется максимум 4000 рублей. 4000 рублей сколько будет? Умножим на 5, да? 20 000 тенге. Нормально же, 4 билета или там, да? Біреудің қатыны зачем? Өзім досым бауырымның әйелі ғой. Қанша, сен қаяқта жүрсің? Алматыдасың ба әлі? Или енді келесің ба Астанаға? Аржан ұнататын болса дейді. Үйленіп алмайын ба ұнататын болсам? Баяда жүрмейін ба сонымен? Адам ұнамайды бұл кісі дейді. Қой, қалай жағдайын дайындық, қалай 27 күн барамыз. Ой, бауырым, ассаламу алейкум. Әкім келді, әкім ағайындар. Болашақ президенттеріңе тіркеліп қойыңдар. Бағлан Зиябеков деген мен класстасым. Қазір таңда Павлодар қаласында белгілі бір ауылдың парламенттің сенаттың емес, мәжілістің депутаты. Уже жақындап қалды, көрдіңіздер ме? Уже жақындап қалды ағайындар президент болуға. Қателеспей үйленуге тырыс дейді.
Әмин. Сол қателестірмей үйлендірсе екен, құлай. Жақындап қалды енді президент болады бұл жігіт, иншалла. Қай жастағы қызды алғың келеді, тісі құрттамаған болу керек па, шашы қоңыр болу керек па деген әңгіме, ол қиын сұрақтар ағайындар. Андай қарамайсың ғой, ол сіздер үшін жаман қыз болуы мүмкін, или біреуге ұнамауы мүмкін, бірақ ол маған ұнап қалса болды. Мысалы, кеше элементарно Майрамен дуэт айтсақ, ананы деген қатын, баласы бар, бірден оның қасында Аружан тұрса, біреудің бөліп жарып, біреудің тағдырын бетіне андай кінәлі қылып неғып атқандарына айтқым да, ертең сен бала-шағаның тағдырының идеальный болуына кім кепіл? Тәртіпсіз. Рум, орта жүз, қоңырат, алғи. Мінезі шатақтау, тік мінезді, шындықты бетке айтатын, ақша көрсе сәл қонағып тұратын депше. Мұса сен үйленбей жүре берші дейді. Кетші, мұнауың жатып ап, баратын жерді айтып отыр еді, жаңа мен бұрған жаным ашып баратын жерді айтып отсам, үйленбей жүре берші деп. Неменеге үйленбей жүре беремін, жындыма? Қартайып отырып, әкесін алып жұрттың балалары мектепке барады. Сендердің қыздарыңа бүйтіп қарап жүрміз. Сенің қыздарыңды аламын онда депші. 18 жастағы 28-дегі дегендей ғой дейді. Ақылындағы әңгіме, оның үстінде, тірлігінде, оның жасы, көтені, ерні, жасатылған бірдеңесі дым пайда бермейді ертең маған. Соны бөлетін өзің ғой, менталитет деп дейді. Менталитет деген нәрсе бар, мен айтқан, бірақ ұнатып қалсам ала бересің, қарамай деп. Ешқайда баратын жер таппай жатыр қой, кинотеатрдан басқа дейді. Паркке бара берсе, неше түрлі парк көп мияқта. Күшті аузында айтып жатсыңдар. Садиктен баста бараң-жырың деп. Есеппен қарамайсың ба дейді. Негізі ақылға салған дұрыс қой ағайындар. Ақыл мен жүрек екеуі ортақ шешім болған дұрыс та. Себебі жүрекке сақ қойсаң, бұл нәпсінің несі да, бұл досы да, бұл жүрек. Ми жоқ бұда. Бұл ертең ғашық болып қалады. Сосын мінезі келмей, ау-мау. Сосын ақыл ренжіп жүреді, сосын. Блядь, тупой деп ше. Екеуі қырылып. Жүрек ақылға ренжиді көреді. Ишақ. Миың жоқ сен. Қарамайсың ба? Тегіне қарамайсың ба? Ана салақ екен ба, оказывается, бетін бояй береді, басқа жер бычыт болып жатыр ғой деп. Сондай көп ағайындар. Бетін бояй береді. Басқа жақтары деген. Элементарно аузын жумайтын талай қыз бар. Талай қызды көрдік өзіміз. Қасынан бүйтіп сөйлеген кезде. Сен уже отырып қалдың дейді. Сен отырып қалдың. Еркек отырып қалмайды. Уже қатындар әсіресе көп қыздар айтайын, білім жоқ та, бірақ еркекпен салғасқан кезде бір ақыл айтып, өздерінің желанияларыңды айтқан кезде ми жоқ, бірақ тупой андай нелеріңді де, хотелкаларыңды тыға бермендер. Өлә, мұса ужас дейді. Рас шынымен, самолетқа отырып қалдым өткенде. Самолетқа отырмай жүріп, аэропортта көргем, сыртынан бүйтіп бір рет көзіміз түсіп қалды да, бүйтіп былай қарасаң тырыстырып, жабыстырып киіп алған ше. Әр жерінің сызығы көрініп жатыр да. Ішінен кимеген емшегінің ұшы көрініп жатыр. Әңгіменің ашығын айтайыншы. Әр жерін көрсетіп бүйтіп жанамап. Енді әдемі тартымдымын деп мінді ғой енді. Соғыс қасыма отырып қалды әкеңнің аузы. Екеуіңді жүре берген. Кімді екеуіңді, мен кіммен қоса алмайсыңдар ағайындар. Мен сендердің ойлаған адамдарыңа қосылмаймын мен. Ұнатып қалсам қосылам. Ұнатпайынша бет алды фантазия романдашы. Жаңағын айтып берейін енді. Алматыға қайтатын ойым жоқ па еді. Ойым бар. Қазір болса қазір ұшып кеттім деп тұршы. Жаңағын айтып берейін ба енді, айтпай қойайын ба? Ұрсып қалған жоқпыз Айгатамен. Сосын дейді. Аружан келмейді енді концертке. Неменеге келеді ғой? Дайындалып отқан жоқпыз ба ағайындар? Бір уақытта Әсел сияқты қыздар ұнайды дейді. Нәпсіме ұнайды ол қыз. Көзіме. Енді поведениесін ана жақ данныйын білмеймін. Но бірақ өте ақылды, өте уже көп нәрсені көріп тұтаңыз ойын көріп тұрмын. Өте ақыл терең. Айтшы. Үйт не амандыр, айтыңызшы деп айтыңыздар, айтамын сол кезде.
Біреуді жамандау десе иығыңды беріп тұрасың дейді. Ал енді айтшы, мына кезде мынаны жамандадың деп айтшы. Мен біреу деп тұрған жоқпын, қазірге жалпылама айтып жатырмын қазір. Онда көйіп кетті әкең аузы. Ой, бұқтамайық. Пока дейді, ұят қой дейді, молодец, красавчик. Ару сана. Ұнағанда адам ғой, просто ұнамайды десең қазір бүйтіп шығасыңдар. Как адам ретінде араласамыз? Пока дейді. Ой, пока кім? Зани 785 ұйықтаса болды. Светті жүр. Мұсаның нәпсісі страшно ойнайды қыздар. Сен күйеуің нәпсің, екеуміз нәпсіміз родной. Бірақ сен күйеуің бар ғой, айтпай-ақ қойын ештеңе. Өзің біліп ол. Аружан жамандаушы едің ғой дейді. Мен жамандамаймын, біреудің минус па, минусын айта салатын адам, плюс па, плюсын айта салатын адам, соны сөйтіп жаман деп ортада әңгіме таситын қатындар, жаман көрсетіп бүйтіп жүресіңдер, өздерінің түсініктеріне байланысты оның бәрі. Атак шақ керім болсын, жүргізуші болсын, біреу минус па, дұрыс емес па, айта салам болды. Ал жамандат деп қабылдайсыңдар ма, өздерің білесіңдер. Настроение жоқ болу дерем, әкесін алып, әкеттіңдер ғой, жаңағы айтайын ба, айтпайын болсын мен. Музыка дейді. Ошын мен, сондай. Сен мерде қанша атанып отыр негізше, қанша мамалар, папалар, сестраларыңыз бар. Инстаграмдарын қарап, суреттерін қандай сурет салады, қандай киім алады, бәрін қарап жүріңдер. Алған киімдерін немене, сызықтарын бәрі көрінеді. Емшегінің ұштары бәрі көрінеді, әкесінің аузы. Үйт тырыстырып, жабыстырып киіне бергенше, ауыздарын жуып, басқа жерін жуып, таза жүрсеңдерші. Бастадың ғой дейді. Сол саған қыз бүйтіп қасыма отырып қалады, короче. Қасыма отырып қалады. Yanımda bala отыр, бір жігіт отыр. Ай, бля, дедім осысын. Деген кезде, енді неғымақ қойын, күнәм күлмей-ақ қойын, кейде өзімізде жаңағыдай асқазанымыз ауырған кезде сондай болады ғой, еш шығады жағымсыз дейді. Болмаса біреу ораза болады, мүмкін ораза шығар, енді Алланың өзі кешірсін. Но, бірақ қыздарға айтып жатырмын бастан. Көттерімді шығарып, бір жерлеріңді бояп, өтір жасандылыға білінше гигиеналық тазалықтарыңа бірінші қарап алыңдар, сосын имандылық тазалықтарына қарап алыңдар. Еркектермен салғыласып, жырыңдей бермей. Қанша бай болсаң да, қанша не болсаң да, қатынсың ба, қатынсың болды. Еркексің ба, еркексің болды. Жөніңді біл, еркек болсаң. Оларға да айтылатын әңгіме көп. Жамандатқан жоқ, бөлініп алып, просто бір әңгіме шығып кетті де, соны айтып отқан нервім шығып отыр өзі. Стресс шығарып тұру керек ғой, енді жас келген сайынше. Майды уақытылы ауыстырып, сол болмаған кейін өйстіп не аласың да, жаңағыдай кішкене. Сонымен жаңағыдай түсінуге болады енді. Бай. Дұрыс дейді, санды деген. Дұрыс енді. Дұрыс әңгіме айтқаным үшін кінәлі болып қалам кейде ше. Жамандадың, сөз таситын қып тастайды, анау өздерінің понятияларыңа байланысты. Айдана не болды дейді. Бірақ осы міне, мен танымайтын адаммен қосып тастап отыр да. Айдана не болды дейді. Айдана мен жүрдім ба? Қай айдана айтып тұрсың сен? Болды ма сол бағанағыдан айта алмай отқаның дейді. Не айтайын тағы да? Не деп жамандайын? Көп бір жамандайды деп отырсыңдар ма? Мен поверхностно айтамын, болды. Кім сасып атады дейді. Ой, бля, мына енді келді ау деймін, ұйқыдан оянып кеттім ба? Мұса Тисвендер қазақ елі. Джон, Нью-Йорк дейді. Қырғызстаннан ғой деймін, оқырмандарым менің алтындарым. Біздің қыздың бір жасына келмедің ғой, шақырмады ма дейді. Шақырған жоқ сол. Шақырмасаң қайтып барасың, қашақын қаяқтан не отқан білмесең. Жамандама дейді. Жаманда отқан жоқ май? Күнсұлу? Тәртіпсіз. Агата туралы айтамын деді. Мынау басталды тағы. Не деп айтам? Агата деп. Кетші. Білмей деген. Шыбаға ма не білем? Блокқа жіберем өмір бақиға. Мұса әйелімді қатты ұстайтын сияқтысың дейді. Білмейме. Бір Аллаға аян әйел алып ертең мен подколушник болып кетемін ба? Ертең жоқ әйелімді қатаң ұстайын ба? Бірінші болайықшы.
Қырғызстанға концерт қоясыз ба дейді. На концерт аман есен четко өткізіп алайық, құдай қаласа. Ойбай. Ішіп аласың бе? Қойсай. Аржанды алмайды ол дейді. Әне, мен тағдырыма жауап беретіндер. Бір-бірлерімен қырылыңдар. Давайте go. Мен қарап жатып ұйықтап қойдым жерде. Так. Барлығына сәттілік. Өй, жаным, әкеш бетті. Бетін жүрсей. Есімде жоқ уже. Значит, не было такое. Мұса бауырым амансың ба? Ассаламу алейкум. Жақсы өздерің қайсыңдар. Қырғызстанға концерт қоясыз ба дейді. Сіздер шақырасыздар, біз жоқ дейміз ба? Боламыз. Мұса кетші дейді. Саған именно тестіріп айтып жоқ мен Ғалымжанның қатына. Андай қылатын мен жаңағыдай. Жалпы бар осылайша, бұл үйленбейді бұл. Бұл қыздар ұнамайды маған. Бұл қыздар сезіммен ойнап жүре береді. Бұл әркім жылатады деп ше. Әдейілеп бір күн жылаттым. Жынды ма? Ешкім тағдырмен ойнайтын вообще ниетімде жоқ. Ал сақтасын. Мен өз алдыма тып-тыныш. Қалауымға барып келеді, жұмысқа барып келіп жүрген адам айдар. Майран сындырып алса дейді. Мақыл тағы не істейін. Мұса неше балалы болғың келеді дейді. Машалла, әдемі сұрақ, бірақ көреміз ғой, бұйырғаны ғой. Санды дұрыс сөйлесін. Аяқ киімің тар болса, дүниенің кеңдігінен не пайда? Әйелің долы болса, әлемнің тыныштығынан не пайда дейді ағайындар. Аяқ киімің тар болса, дүниенің кеңдігінен не пайда? Қызық болмай қалдым. Жүре бер онда пыр дейді. Сізге бір мысал айтайыншы, барлықтарыңызға. Сіз бір үй ала алмай жүрсіз да, ипотекаңыз жаба алмай, сәті түспей жатыр. Сөйтіп туған туыстарыңыз, мен сөйтіп көремін де, әлі үй алмай жүрсің ба? Жүре бер сөйтіп онда. Сүмелек, торымыз деп сөйтіп сынасам. Қалай, әдемі әңгіме ма? Біреу үйлене алмай, или біреу тұрмысқа шыға алмай жатыр бір қыз дейік. Сорлы. Жүр сөйтіп жүре бер. Ол іштей қалайды да ол нәрсені. Бірақ сізде сөйтіп сынап отырсыздар да қазір, жүр сонда сөйтіп шал болып. Әнән айттық алмадың, мынан айттық алмадың. Сіздерге ұнайтын адамды мен алмағаным үшін кінәлі қылып отырсыздар ғой мына жерде. Енді сіздер қазір мен айтып отырмын, біреуіңіз мысалы коттеджіңіз жоқ дейік, болмаса анау бір самолетіңіз жоқ дейік. Сорлы, самолет алмайсың ба осы уақытқа дейін жүрген немене біле? Десем. Ауыр ма әңгіме? Жерді ма көріп қойын тайысын. Жынды ма? Ғалымжанға ішіп ағазын ба сен? Көкшетау қыдыратын жер жоқ дедің. Енді ақынды менен алайын деп отырсың ба? Ананың қай жері ұнамайды? Ананың 3+-ін айтшы. Мен біреудің минусын айтайын деп тұрған жоқ ма? Минус дегенде қалай айтсам болады? Біреудің күнәсін жария еткім келмейді мен. Маған бір тиын пайда да жоқ, сауап та жоқ, ақша да жоқ одан. Екіншіден біреудің минусын айтқаннан, плюсын айтқаннан, плюсын айтайықшы, минусын айтқаннан, менің плюсім артып кетпейді. Сіздерге ол ақпаратты бергеннен, сіздерге де пайда жоқ, маған да пайда жоқ. Белгілі өзім себептері бар әр нәрсенің мысалы. Мен неге тұқсонда отырмын қазір? Белгілі бір себебі бар бұның. Сондықтан да қиын сұрақ қойып жатсыздар ағайындар. Болашақ қатының кім дейді? Әдемі сұрақ қойдың сен. Болашақ қатыным менің бір американка ма, бір күшті, метиска ма, сондай. Қош мұжымай дейді. Ұйықтасай сен екім. Үсенова 9607. Мен ғой ішім пысып, ерігіп сөйлесейінші сіздермен деп. Бір анай сұхбаттасып, сырға бөлісіп. Сен әзір үйленбейсің дейді. Көріп келесің ба? Сен қашан? Қазір ұйықтамайсың сен. Сен біраз жамандайсың, адамдардың жақтырмай жатыр ғой, әжіл ғой пока дейді.
Адамдарың жақтырмай жатыр ғой. Кімді? Мені ма? Бұл өмірде барлық адамға жағуға міндетті емеспіз, жаға алмаймыз бірдей. Осылай жүре бер дейді. Тағы не істейін? Болып, сен айтсай сөйт. Сен айтқандай өмір сүрейін да, кім? Кім еді? О, сәлем дейді. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Шүкіріміз біз, әйтеуір. Ішім пісіп ерігіп жатқан ғой. Сен қызыңмен келдің Астанаға, қыдырып келдің ба? Не үшін? Мұса Астанаға 2 ән айтып кетуің не болды сонымен? 100 мың болды, 100 мың доллар. Теңге. Қырғызстанға барсам концерт қойшы, пожалуйста, сізден күтем дейді. Қантем, жүрегімді ауырттың ғой, қантем. Сезімдері мені суыттың ғой, қантем. Сүймейді елім қинарыңды білсем, жаным. Оқырмандарға ұрыспа дейді. Қушоғындар мен, барлықтарын құшақтасып, ұйықтайықшы бәріміз. Так, достар, қантем, жүрегімді ауырттың ғой, қантем. 100 мың қымбат қой, мұса, 30 мың болсыншы, көп балалы анамын дейді. 30 мың арзан қой, тәте, 150 мың болсыншы десем. Енді сізге де ол ыңғайсыз да, анау маған да ыңғайсыз. Мен ән жазып жатқан кезде, бір ән іздеп, композитор іздеп жатқан кезде, сіз маған көмектескен жоқсыз да, мысалы енді неге айтайын жаңағыдай, клиент ретінде айтайын. Мен аранжировщик іздеп жүрген кезде, домбырашы, гитарашы сөзін жаздыратын кезде, сіз көмек қолын созған жоқсыз. Сондықтан бұл нәрсенің әннің өзінің құны болады. Мен әншілердің атынан сөйлейінші ағайындар, жалпы Қайрат Нұртас, Садраддин, гонорар жоғары жігіттер, айтайын. Одан да абыройымыз арта берсін бұйырса, енді гонорарымыз деген сияқты. Біреуді шақырамыз, сіз той жасап жатсыз, ар жағындағы бір 5-6 мың теңгеге қиналмай, от души берсеңіз, тойыңыз бар ғой, от души өтеді негізі. Бірақ барынша қысып, тартып, жылап, андай қылсақ, өзімізді көріп жатырмыз ғой. Мен саған қалай шығам, жекеме, күн, кафені, қашан болады ол осы жақын арада ма? Менде Инстаграмда той және жарнама бойынша деген номер тұр. Соны үстін бассаңыз WhatsApp-қа, ВК-да қаласыздар. Жарнама, той деген нәрселерге сояққа жазасыздар. Той деген андай да, қуаныш та бұл. Душы билеп, қуанып адамдар, ой, пәленше той жақсы болды. Төгін болды тойы. Молодец, тойды бір жасады, тойды әдем жасады деген, ол тарихта былай қарасаңыздар. Жоқ, тартып, жоқ қылып, дастарханға, нені, енді үйретпей-ақ қойын, бірақ енді жаңа нәрседен, той деген әңгімеден шығып жатыр қойын. Билет па 100 дейді. 19 август болады дейді. Ой, 19 августке дейін. Бірақ енді заранее билет, бронь жасап қойсаңыздар дұрыс болады достар. Ол күн басқа той болса, мысалы, басқа қаладан, или там, сол кезде біз олардан задатық алып, броньдап қоямыз, сояға кетіп қаламыз. Ассалям, яқшымыз Өзбекстан, Андыжон, күзетамыз. Ой, рахмет. 30 мың ақша болмайды ол кезде, сен алғашқы махаббатыма ұқсайсың, сол үшін шақырып жатырмын. Ойбай, күйеуіңізбен қарылып атпайық там. Осы сөзді естіп қойып, алғашқы махаббатым. Алғашқы махаббатын шақырып жүрсің бе, сондай тойға не ұқсайды деп, берге бере деп қырылып қалып жүрмеңіздер. Мен не алып анерді төбелесіп, менде мінез баршылық. Сөз көтіре алмайтын қалатыным бар да. Ой, сезонға барасың ба дейді. Ой, сезонға барып. Барсаң, бара беретін жақсың ба, не? Отыра беретін жақсың ба? Ят жоқ менде, бірақ барсаң барасың. Ішім сығатса. Бәрі олмайды маған. Ботақандар. Қошақандар. Кім ведущий болады екен дейді. Сіздер бәріңіз ағайындар, не қылыңыздар? Онлайн көретіндер, онлайн тіркеліп алыңыздар, сторис қылсақ қойдым, онлайн билет деп. И сосын ана билеттер почти соңғыларын таратып бітіп жатырмыз уж.
Ақтөреде келді. Мен Ақтөре барды екен деп бармаймын, или там анау барды екен деп бармаймын ағайындар. Осы уақытқа дейін жасаған шешімді сарапшы болып қайтып кетем ба деп едім. Эфирге 3 күннен кейін бітеді, до конца отырса, кесе деген кейін барып отырып едім. Еще ана біраз ой пікірлерім болған, негізі аш айтамын ғой мен негізі, шындықты. Камиланың сәл көңіліне қарап, қызы баласы ренжітпей ақ қояйық, ақыры кетіп баратыр деп. Сөйтіп көңілге қарап қалған жайымыз болды. Өзім жүргізуші болсам жанын жарамға неде, біраз қыздардың, біраз балалардың ше. Өзім ашып алайын ба, YouTube каналым бар. Айтқанда YouTube каналы тіркеліп қойыңыздаршы анау. Менде YouTube каналыма Мұса Бауыржан деген. Соны бір 50 мыңнан асырып тастасақ, қазір бір 48 мыңға ма сондай болып қалыпты. Соны ана ғашық жүрек деген 100 мыңға 1 мың ба, қалған 99 мың ба сондай болып жатыр екен. Просмотр азайып бара жатыр ағайындар. Барып көріп таратсаңыздар. Сосын бүгін қауын келген ғой айтқандай ауылдан, Жетісайдан. Сол қауын жеймін деп едім, жаңа бешбармаққа тойып қалдық. Жаман жегенін айтады, сол жаман болып не жүре берейік. Әкем келді ауылдан. Құдамыз бар. Сол кісілер келіп, арқа-жарқа әңгіме болып. Сөйтіп. Провокационный сұрақтар қояды да маған ше. Жарайды, сондай сендер сөйтіп ойлай беріңдер, сондай бола берсін. Иә, сондай бола берсін. Так. Жүргізуші мықты болу керек қой негізі. Мәдидің аузын жаптың ғой дейді. Енді дұрыс емес әңгіме айтып тұр ғой, енді мәди деп ешкім көңіліне қарап отырмаймын ше. Камила ханым немесе или там Шақкерім екен ол деп қисық әңгіме отырса, деп үндемей отқан дұрыс емес қой. Сіздің прямой эфиріңіз қызық екен ғой. Подписывайтесь и жатписывайтесь. Мақтап жүрген жоқпын әйтеуір. Сәттілік жақсы өтсін концертіңіз. Рахмет қошақандарым, мен беттерінен бәрін сүйіп алушы едім. Анна ханым жақсы еді жүргізуші дейді. Тиятын жерде тайт деу керек қой. Ей, не айтып отырсың сен? Ей, хатун, не айтып отырсың сен? Бұл еркек емес па? Ей, хатун, дұрыстап сөйле. Бұл шашы таз болса да еркек емес па? Аузы сасық болса да еркек емес па деп ше, андай. Сен таңдадың ғой дейді. Енді өз ең жасын таңдап алғанда, мен таңдаған жоқпын деп, ондай 2 әңгіме, 3 әңгіме айтты. Үшеуі де ондай да, өзінің әңгімесіне қарсы шығып отыр да, дұрыс емес әңгіме. Барды бар, жоқты жоқ деп айтасың ғой. Менің сұрағыма жауап бере алмай қалдың ба дейді. Ойбай, енді оқыватым, кешірші. Клип сөз жоқ, күніне қарап қараймыз. Ой, жандарым, рахмет. Мына көңілге қарайтын адамсыз ғой сіз ше. Адамның көңіліне қарап сөйлеу тәрбиенің белгісі, тәрбиенің жоғарылығы. Мен клиптің ондай қатты дайындықпен түспегенін білем ағайындар. Білем оны. Неге? 1,5-2 сағатта ғана аз уақыттың ішінде минимализммен түсірген бұл клип болды. Мән мағыналы қылып түсіргіміз келген негізі. Ғашық жүрек деген, яғни екі адамның бір-бірін ұнатып, немесе бір адамның ұнатып, қосыла алмай жүрген не ғой? Сені сүйіп қалған жүректің неге нәсі бар? Ғашық жүрек гүл-гүл ашылар деген әңгіме ол. Я насчет шымкентский характер. Енді бөлінбейік ағайындар. Сол жақтағы не? Не қылдыңыз? Ой, қыз емшек бірдеңе деп. Мен не айтып кеттік баған ғой, емшек емес деп. Жігідім Зулпиев Ғабитке ұқсайсың дейді. Зулпиев Ғабитке жалын сәлем. Көріп отырса соны туған туысыма біреу. Аты жөнін досконально айтқаныңыз не? Күйеуіңіздің құлағына жетіп қалса, ертең бір жақсылап бір деген әңгіме естіп қалуыңыз мүмкін да енді ол. Қой, өзімізге өтті клип. Күніне 1045 рет тыңдаймыз. Жандарым, менің қошақандарым. Просмотр миллионға жетсе екен де өйтпейді.
Сізде ырыспай экранбай мінез бар, ұқсайсыздар дейді. Ана бүйтіп біреумен салыстырғанды қойыңыздар қайындар. Бөлем ғой, енді қанымыз бір ғой жалпы түбі. Мама жақтан да, папа жақтан да қанымыз бар, бір-бірімізге тартылады, келеді. Привет, Муса, как дела, успешного концерта. Ой, спасибо, спасибо. Ой, білмеймін қашан келетін, точно не знаю. Муса, келесің бе Астанада 40 жасқа дейді. Августке жақындай берсін, тәте. Еще задаток предоплата деген әңгімемен жұмыс істейміз. Сізге барам, бармаймын деп айта алмаймын. Аманшылық болса, ден сау болса, Астанада болып тұрсақ, жаңа бағасын келісе жатсақ, барлығын ұйымдастырамыз ғой, чотко қылып. Мәди сарапшы бола алмады ғой. Сол кезде неге сол 3 күн отырдым да ана жерде, или бір апта отырғандарға не қылдым екен? Мен сәл не қылған болды жаңағыдай ше. Әйтеуір бір әділ сарапшы немесе бірдеңе деп номинация деп бересің, пластмассаға бүйтіп тұрған ше, көңіл ғой негізі. Қанша эфирға келіп жатырмыз, бүйтіп әйтеуір бір просмотр беріп жатырмыз ғой деп қоямын да кейде. Соны бүйтіп көңіл ғой деп бересіз сол жерде. Оны мен айтуым керек болды да ана жерде, соны айтпай-ақ бүйтіп жай, ей осы балаға бүйтіп не алсайықшы, мәз болып қалсын деп бір номинация бере жатса, хорошо, өзіме тықпыштап жатқан жоқпын, басқа бір адам болса да. Кім бар ол жерде? Мейірбек Янтаев. Оған да бересіз, мәз болып қалады. Көңіл деген өте қымбат нәрсе ағайындар. Бұл алтынға сатыла салмайды. Бірақ қазіргі көңілдердің барлығы сатылады негізі. Но шынайы көңіл бұл құны жоқ та бұл ағайындар. Сәлем, рахмет, қандай клипіңіз бар ма дейді. Ғашық жүрек клип шыққан ғой, ойбай, Ғалымжан қатына. Тас бар ма, тас па бірдеңе. Шлөптімен ба, галөшпен. Даңқ ететін бар ғой, күшіктерді. Шақкерім жүргізуші болса керемет еді дейді. Иә, ағайындар. Жақсы жүргізіп қояды негізі. Бірақ еркектің несін көтеретін бір әлі жүргізуші көрген жоқпын мен. Еркекті бірінші орынға қойып, ей қыздар, орындарың біліңдер деп тәрбие беретін. Телевизор ол тәрбие құралы ағайындар. Әндерде жалаңаш бірдеңелер кетіп барадыр, не бір реклама салып. Парақшасына кіріп қалсаң, көтінен басқа реклама жоқ ана жерде. Шашадым, жата қойыңдар. Жатыңдар. Жібермесеңіз қақтан білем, жындыма дейді. Сен номерің жоқ, біріншіден подписан емеспесе, Ғалымжан қатынсың ғой сен. Ғалымжанға айтам бейсен, сабай детің. Сөйтетінде сразу артынан екіншісін не қыласың ғой жаңағыдай. Бір қошқарма, қошақың ба, неге келеді. Мына өлді-ау. Қанел дейді. Аты дұрыс емес. Айтып отқан пікірі де дұрыс емес ше. Ғалымжан салмады ғой историяға. Біздің дуэтке, айтып қойғам ше. Неге клип қып түсірмедің дер дейді. Айттым ба, азғантай уақыт болмады. Тек ол ойын өзгетіп отырды дейді. Ой, рахмет. Free Palestine дейді. Respect. Palestina, it's, I don't know even, I didn't watch political news, that's why I can't do it. Open enough. Водка бери. Водка бери дейміз. Окей. Оля, мен білмеймін. Мына прямой эфир қайдан атып шыққанында білмеймін, кіре салдым дейді. Қоштегі, сен подписан деймесің ба? Тіркеліп оқып отырмайсың ма тәріпсіздер? Бауырымның қатына бүкіл қыздармен дуэт бола ма дейді. Бүкіл қыздармен жоқ. Сіздер нені көрсеңіздер шағайындар. Эфир жан дегенде сезім бағана. Эфир жанды сізгені бағана. Өткенде мысалы Камиланың жүргізіп отқанында негізі жамандамай ақ қояйын. Жаман емес енді. Шынайы ғой, қалай бар сол айтам ғой.
Қыздарға андай құқық беріліп қойғанда қазір еркектер төмендетіп, еркектерге атылып, еркектерді жамандап, жерге салып, оған бір дейтін бір еркек болмайды да ана жерде ше. Сарапшылар отыр. Деп. Кірмей жатып, дегенім, қатындар деп. Бәрі бит жинақтала қалды. Келесі жылы өлең шыққан бойда клип түсіреді, сонда жақсы өтеді. Атақ клип жақсы. Рахмет айналайын. Бір қызбен дуэт дейді. Айтпаймын ко мен дуэт не болатын. Камила кетті ғой, болды, тіркелмеген, мен тіркелем қазір. Хорошо, ұйықтадым пока дейді. Давай. Сен не істеу үшін айтпадың ғой сен Ғалымжанға? Мне кажется, Мадина ойын жоқ. Я не знаю, кімді қойса да, мен арасында бір барып, тәйт деп көдім ғой. Мұса сәлем, алейкум ассалам, Санкт-Петербургта тоже берейін концерт. Рахмет, Санкт-Петербургқа шақырып отыр концертке. Қандай бақыт мынау. Я не знаю. Анара Батырхан деп жатыр ғой дейді. Қойшы. Қызымды тастадым, Ғалымға Төркінге келдім дедім ғой. Қош. Сен Төркін Сарыағашта емес па? Астанада не жүрсің? Шынды ма? Ошиблась. Этому, да? Не дейді жаңағыда. По адресу, да? Түсімде Мұса ББ жүргізіп отыр дейді. Ой, пиле, ББ жауып қалған ғой, сезім бағы өдір еще. Мұса интервью берші дейді. Болады негіз ше? Қандай сұрақтарға мысалы? Давайте сұрақтар жазайық, интервью ұйымдастырайындар. Мен өзім бір неғым деп жүрсе осы мәселені. Төркім Сарыағаштан көшіп кеткен Астана. Не қылдың сен? Жұмбақ қыз болдың ғой сен, тәріпсіз. Қанша Ыспала болады ма дейді. Келем деп жазған екен, енді келетін шығар деп отырмын, келмейді ме екен. Просто Ыспаланың қазір аяғы ауырға енді содан кейін. Келмесе де простительно негізі, ол бірақ келу керек ол. Қанел деген шаршамады деймін. Енді білмеймін ол қатынды ше. Қатын ба, қыз ба, сұрақтар жалан аружан болады ғой. Мен оған сұрақтардың бәріне жауап берген ғой, жауап беріп тастағанымда ғой. Рахмет, атыраулықтар. Қырғызстанға тойға келесіз бе? Анда қанша примерно айтыңызшы, сізді Қырғызстанға шақырғым келіп жүр дейді. Қырғызстанға, егер Алматыдан баратын болсам, егер ол уақытта Алматыда болатын болсам, где-то $1000 баруға болады. Ана кейбір әншілер өзінше бағасын айтпай отырады бүйтші. Секрет. Мен ашық ауыз аңқылдақ айтып қоя беремін бәрінше. Походу емес, яғны сезім жоқ. Қайттық қой әкесін, не апып соны сөз ұқпайтындар. Қанел емес. Не енді атың сен? Атың кім мен сен? Дұрыстап жазылмаса енді өзің елді кінәламаса сен қалай жазылып тұр? Канел ма? Канел. Қаны қығып шатастырған үшін деп. Сен өзің сұрағың дұрыс емес біріншіден. Ой пікірің дұрыс емес, қате. Енді өзіңе қарап сәл бүйтіп ашып қайтып отырса, жаның шығып баратсың. Ал енді басқа біреулерге қарсы тоже көрсетсе уважениеңді. Сауатты К деген жалғау, палғау деген алдында болмайды ғой. Сәл адам бүйтіп дұрыстап жазып өзіңнің атыңды дұрыстап жазып сөйтіп көрсетсең, ел сөйтіп таниды. Ой пікіріңнен ақ мен сенің мындай кішкене ишай екеніңді күліп отырмын ше. Осы неғып жасайықшы осы. Қанды ішті ол. Ана эфирде де өйстіп мал болып отырады ше. Эфирдің малын шығарып. Жоғалаш. Біреудің мінезін көтеретін дегенде де отырмыз. Қазір анда бағайындар ше. Заман жеңіл, Аллаға шүкір. Жұмыс жоқ. Үйдің жұмыстары да қыздарға ше.
тырнақ істеді, емшек істеді, анау істеді, ой, мне внимания не хватает деп жүретін қыздар көп. Вот содан жанжал көп, ұрыстар содан шығады деп ойлаймын мен, оймен білмеймін. Шаршаған шығар енді, маған да ұйықтау керек, демалу керек шығар. Неге сезім бағанда рейтинг төмен қосылайыққа қарағанда дейді. Ондай ауыр сұрақтарды мен білмеймін ағайын же. Орал, ассалаумағалейкум. Дұрыс айтасың, все будет окей, 22, өте дұрыс айтасың. Содан кейін маған екеудің ұнамай қалды сол кезде ше. Құма Мұса дейді. Қуаныш сәлсе арасында қууға болатын жа бізге де. Шымкентке қашан бересіз концерт деймін Мұса дейді. Осын аман есен өткізіп алсақ көреміз ар жағын. Бұйырса ағайындар. Не ғой? Мен ұйықтайын ағайындар, барлықтарыңызға рахмет. Егер де ренжісті болған жандар болса, алла разы болсын, кешірім сұраймын. Кешіріңіздер. Шаршау кішкене енді, жұмыстан келгенбіз. Ұйқы дұрыс болмай жүр соңғы кездері. Кішкене уже уайым басып деген сияқты. Уайым басып, кішкене толқып сөйтіп тұрмыз. Баршаңызды жақсы көремін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Әлемімізде соғыс болмасын. Ешқандай бала анасымен, ана баласымен денсаулықпен сыналмасын. Сыналып жүрген жандар сынақтарынан сүріндірмей өтсін. Иншалла, деніміз сау болсын. Үйлене алмай жүргендер үйленсін, тұрмысқа шыға алмай жүргендер бақытты отбасы құрып, бақытты ана, бақытты әке атансын. Дені сау болсын, еліміз аман болсын. Әлемдегі тыныштық болсын. Соғыс болмасын. Концерттеріміз жоғары деңгейде өтсін. Халықтың ықыласына бөленіп жүруді нәсіп етсін иншалла. Ұрысып жүргендер татулассын. Үй жоқтарға Аллах тағала үй берсін. Берекелі, мерекелі үй берсін. Көлік жоқтарға көлік берсін. Мұқтаж жандардың мұқтажын өтеп, сапарда жүрген бауырларымыз сапарын сәтті етіп, аман есен оралсын. Аллах тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Күнәларымызды кешірсін. Бірде еркелеп, біреуде эмоциямен айтамыз, ренжітіп қоямыз. Мен барлықтарыңызды кешірдім, мені де кешіріңіздер. Алдағы концертімізді абыроймен атқаруды нәсіп етсін. Үміт артып күтіп отқан бала-шағаларыңыз, үміттеріңіз ақтайтын елдің абыройлы азаматшасы бола берсін. Жасап жатқан жұмыстарыңыз, бизнестарыңыз берекелі болсын, ақшаларыңыз көп болсын. Айтылып жатқан осы тілектің бәрі Аллах тағаланың құзырында қабыл болсын. Ең басты ауырмаңыздар. Бақыт деген шүкіршілікте, қанағатта. Осыны түсініңіздер достар. Анау байып жатыр екен, анау үй салып жатыр екен, анау бүйтіп жатыр екен деп, ойбай деп не қылуға қажет жоқ. Өзіңе қарап, екі аяғым бар, мен жүре аламын, Аллаға шүкір. Жұмысым бар, Аллаға шүкір. Бірақ одан сәл жақсылап әрекет жасасам дұрыс болады деп сөйтіп әрекет жасайық. Аман болыңыздар. Аллах тағалам дұға тілектерімізді қабыл етсін иншалла. Әумин. Альхамдулилля, берген нығметіне саған шүкір. Солай емес пе ағайындар, құрметті достар, YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар, және де мендегі жарнамаларға, мендегі алып атқан жарнамаларды білесіздер, мен кейде жарнама жасаймын. Барынша тырысамыз да, біреудің ақысына кірмеуге, өтірік жарнама жасамауға. Жарнамаларыңыз болса хабарласа берсеңіздер болады. Келесіп тойларыңыз болса да хабарласыңыздар. Жалпы енді өзіміз деп айтып жатырмын да, сіздерден өзегім деп айтып жатырмын. Барынша тырысамыз. Сіздердің үміттеріңіз ақтауға деген сияқты. Жарнама дегенде жаңа шығып қалып жатыр да, миыма не келді, жарнама келді, потому что қазір жаңағыдай ойын, сауық, тігу, ақша ұтып алу деген әңгімелер көп қой енді. Алдан қалмаңыздар айтқанда, мошенник көп. Давайте ағайындар. Ертең бір жақсы жаңалық болсын, ақша түссін карточкаларыңызға. Жаңа машина алыңыздар. Үй алыңыздар жаңа. Әмин. Давайте ағайындар. Сүйдім беттеріңізден. Жуылмаған беттеріңізден.